Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерді келе жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтаймыз. Бұл мерекеде құрбан шалынғандықтан сол малдың бауырынан осындай керемет торт жасау жолымен бөлісеміз. Алдымен бауырды блендерден ет тартқыштан өткіземіз. Үстіне сүт, тұз, сұйық май, жұмыртқа және ұн қосып жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса шығу керек. Енді табамызды майлап құймақ тәрізді етіп пісіріп аламыз. Беті қатая бастағанда екінші жағын ауыстырамыз. Міне негізгі бөлігі дайын. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған майға пияз бен сәбізді салып қуырамыз. Майонезге сарымсақты пресстен өткізіп қосамыз. Әр бөлігіне осылай жағып шығамыз. Одан кейін салмасын саламыз. Бетін қалауынша осылай ukроп және піскен жұмыртқамен сәндеуге болады. Осылайша ас сортиге қойсаңыз, дастарханның сәнін келтіреді.